Төртінші бөлім отбасы құндылықтары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Тынымбай Нұрмағамбетовтің өмірі мен шығармашылығы. Анасын сағынған бала әңгімесі. Сабағымыздың мақсаты Тынымбай Нұрмағамбетовтың шығармашылығы мен анасын сағынған бала әңгімесінің мазмұнымен танысу. Анасын сағынған бала әңгімесінен алынған үзінділерді мәнерлеп оқу. Ал сабағымызды бастамас бұрын отбасы құндылықтарына не жатады деген сұраққа ойланып көрейікші. Тынымбай Нұрмағамбетовтың анасын сағынған бала әңгімесімен таныспас бұрын автормен танысып алайық. Сонымен, Тынымбай Нұрмағамбетов 1945 жылы Қызылорда облысында дүниеге келген. 68 жылы Қызылорда қаласындағы педагогикалық институттың қазақ тілі және әдебиеті факультетін бітірген. Еңбек жолын газетте, радиода қызмет істеуден бастаған. Жазушы баспасында редактор қызметін атқарған. Шәкен Айманов атындағы қазақ фильм киностудиясының сценарийлік коллегиясында қызмет істеген. Алғашқы әңгімелерінің жинағы 1971 жылы «Қауын иісі» деген атпен шықты. 1997 жылы орыс тіліндегі нұсқасы үшін бүкілодақтық жастар сыйлығын алды. Жазушының «Қош бол ата», «Қарлығаштың ұясы», «Ата қоныс», «Запах дыни», «Тұнық су», «Талисман», «Бәйтеректер», «Туған ауыл түтіні», «Балалық шақтың әуендері», «Таңдамалы», «Айқай» кітаптарының авторы. Пьесалары «Табалдырғыңа табын», «Жоғалған көл», «Кемпірлер үкімі» және де «Тырналар ұшып барады» телефильмі сценарийінің авторы. Анасын сағынған бала әңгімесін оқып, бөлімдерге ат қоямыз. Және де оқып отырып, халқымызға тән ұлттық болмыс пен мінез жазушы шығармасында қалай көрініс тапқан деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Әңгіменің арқауы ана тақырыбы болғандықтан, ана сөзіне кластер құрастырайықшы. Бүгінгі сабағымыздың үй тапсырмасы ана туралы 5 мақал-мәтел жаттау, немесе өлең шумағын жаттау. Ал сабағымыздың соңында кері байланыс беруді ұмытып кетпеңіздер. Яғни, бүгін мен сабақтан мынандай нәрселерді білдім, мен мынандай нәрселерді үйрендім, мынау нәрселер қолымнан келді, және мынау нәрселер қиындық тудырды деген сұраққа жауап беріңіз.